Жамбыл облысындағы апатқа қатысты жол жүру кестесі реттеліп, апат салдары да жойылды делінгенмен, кеше түнде 400 жолаушысы бар Петропавл-Қызылорда бағытындағы пойыз айдалада 8 сағат бойы қаңтарылып тұрған. Түн ортасына дейін көмек күткен халықтың ас-суы таусылып, тіпті жедел жәрдем шақыртқан. Ал осыны оңтайлы пайдаланған кәсіпкерлер жолда қалған жұртқа азық-түлікті бірнеше есе қымбатқа сатқан. Қараңғыда қалғандардың жағдайын тілшіміз Аруна Ортай өз көзімен көріп қайтты. Өткен түні 400-ден астам адам далада қалған. Темірдің ішінде жатып қан қысымы көтерілген жолаушылар далаға қарай шыққан. Шудан 60 шақырымда жерде қаңтарылған пойызды түнделетіп әзер іздеп таптық. Сөйтсе вагондардың сыртында ғана емес, ішінде де жұрт қиналып жатыр екен. Бұл Петропавлдан Қызылордаға қарай бағытталған пойыз. Мұнда вагондар жиделі станциясына кешкі сағат 5-тен 5 кеткенде тоқтаған, міне содан бері қазір сағат 12-ден 45 кетті. Азаматтар әлі пойыздың ішінде жатыр. Айтуларынша, кейбірінің ас-суы жоқ, бала шағасымен мүлде адамдардың бәрі қашып кеткен. Ал жарықтың сөнгеніне бірталай уақыт болыпты. Жығылғанға жудырық бөшкелердегі суда таусылып, шөлдеген жолаушылар бір-біріне жалбарынып жүр. Біз үлкенбіз шыдаймыз. Мына жерде кішкентай бөпелер бар. Прям далада жүрдік жаңа. Шөптің ішінде, текенектің ішінде жүрдік. Іші ыстық кетті. Ана жақта бізді күтіп алатын адамдар күтіп тұр темір жолда. Күтпеңдер деп атымыз, даже сия жоқ бұл жерде шығуға. Иногда далада әр жерде ұстап жатыр. Қашан жүреміз, өстіп отыра береміз ба заңға дейін? Болмайды ғой. Біз тегін өткізіп жатқан жоқпыз, өз ақымызға, келетіміз ақшамызға. Бұл сұрақ жол серіктің де әбден жүйкесіне тиген сыңайлы. Су тамақ алып келмейсіздер ме, ақыры келген екенсіздер. Біз хабар бердік, осында 6 сағат тұрып жатырық дедік. Су тамақ обеспечение жоқ дедік. Көмек келмейді. Хабарлар бәрі инструкция бойынша айтып қойдық. Кімдерге? Халық көрді. Руководствомызға айттық. Халық бәрі біледі. Актісін жаздық, қанша тұратымыз әлі белгісіз, бізге хабар бермейді. Көмек тосып жата берген жұрттың денсаулықтары сыр бере бастады. Түн жамылып шыққан бригадада мұнда жолда әрең тауып жетіпті. Давление көбісінікі ыстық қойшы, вагонның ішінде ауа жоқ совсем. Терезелер ашылмайды екен. Вагондағы мейрамхана осы сәтті оңтайлы пайдаланып бағасын өсіріп жіберіпті. Абырой болғанда бұл жағдай ұзаққа созылмады. Араға 8 сағат салып Қызылордаға қарай бет алған пойыз орнынан қозғалды. Аруна Ортай, Талғат Балтабек, КТК, Жамбыл облысынан.